Сәлеметсіздер ме, көрермендер? Мен доктор Ревати Рамасванди, Секундерабадтағы Аполло ауруханасынанмын. Біз бәріміз фибромиоманы өзімізде, достарымызда, туыстарымызда кездіргенбіз. Фибромиома деген не? Фибромиома көбінесе жатыр қабырғасынан, немесе жатыр бұлшықеттен шығатын зиянсыз іскі. Барлық фибромиомалар қауіпті ме? Жоқ. Олардың бәрі зиянды ма? Жоқ. Көптеген фибромиомалар жылдар бойы қарапайым әрі тыныш күйде қалады. Фибромиомалар әртүрлі көлемде, әртүрлі жерде, әртүрлі пішінде болады. Жатыр қуысының ішінде орналасқан фибромиомалар қатты қан кетуге, бедеулікке бірнеше рет түсіп тастауға әкелуі мүмкін. Мұндай жағдайларды гистероскопия арқылы алып тастауға болады. Жатыр қабырғасында орналасқан кейбір фибромиомалар үлкейіп қан кету мәселелерін тудыруы мүмкін. Олар көршілес ағзаларға қысым жасап, қысым белгілерін тудыруы мүмкін. Сол кезде оларды алып тастау туралы ойлаймыз. Оларды лапароскопия арқылы оңай алып тастауға болады. Кейбір жағдайларда лапароскопиялық ота жоғары деңгейлі дағдыларды қажет етеді. Себебі фибромиоманы жатырдан алып тастағаннан кейін жатырды болашақта бала көтеру қызметін атқара алатындай етіп мұқият тігу керек. Кейде фибромиома тым үлкен болғанда тіштің қабаттарын кесіп, фибромиоманы алып тастауға тура келеді. Фибромиоманы алып тастау жас әйелдер үшін жатырды алып тастаудың өте жақсы баламасы. Сондықтан егер сізде фибромиома болса, қорықпаңыз. Кішкентай фибромиомалардың ешқандай зияны жоқ. Олардың көбісі ешқандай белгі бермей, әйелге мүлде кедергі келтірмейді. Сондықтан әрбір фибромиомаға ем қажет емес. Әрбір фибромиомаға ота жасау қажет емес. Кейбір фибромиомаларға арналған дәрі-дәрмектер бар. Фибромиоманы емдеудің басқа да балама тәсілдері бар. Олар әлі де зерттелу үстінде. Алайда қазіргі уақытта ең тиімдісі фибромиоманы хирургиялық жолмен алып тастау. Рахмет, достар.